Қайырлы күн. Мен муравейниктің рецебін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, комментарий жаза кетіңіздер, видеоға лайк баса кетіңіздер, және де каналыма тіркеле кетіңіздер. Әлде талай қызықты рецепттер болады. Міне, бірінші мен 250 грамм ұн салдым. Сосын кейін 1 чайный ложка разрыхлитель салдым. Осын жақсылап араластырып аламын. Содан кейін 200 грамм сливочный майды ертіп алдым да, осылай араластырып қантын ертіп аламын. Осыны құйып алдық. Осылайынан жақсылап тұрып араластырып аламын. Үстіне 2 жұмыртқа жарам. Жұмыртқа жармаса да болады. Осы жұмыртқа жармай осы тестаны қатырып алып тастеуге болады. Онда да дәмді өте керемет болып шығады. Мен жұмыртқа алсам, енді қалған 220 грамм ұн салдым. Оның міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Содан қолмен жақсылап тұрып ең қандырып екейміз. Міне осыны егіп болдық. Осыны 2-ге бөлеміз. 2 салафанға салып, холодильникке салып қоямын. 2 сағат өткеннен кейін холодильниктен алып, теркадан өткізіп аламын. Енді осыны 2 сағат өтті. Осыны осылайынан теркадан өткіземіз. Пешіміз қызып тұру керек. Осы пеш қызып тұрған пешке осылай пісіріп аламыз. Бір ыдысымызға салып, үгітеміз. Міне 2-ші порциясын дайындап жатырмын. Осылайынан теркадан өткіземіз. Осылайынан өткізіп аламыз тақта. Міне осылайынан жазып. Екінші партия піскенше, бірінші піскенді үгітеміз осылайынан. Вареный сгущенкамен араластырамыз.
Осылайынан езіп аламыз. Варен езгішонка міне осыны шай қасықпен ішін түгенін саламыз үстіне. Осылайынан түгенін салып шығамыз. Осылайынан жақсы безгілеп араластырамыз варен езгішонкамен. Осылайынан араластырып болдық. Енді осы 2 тарелка шығады. Мен 1 тарелкасына салып көрсетем сіздерге. Міне осылайынан шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Таңғы шайға дайын менде. Міне осылайынан. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып кеткендеріңіздер қош сау болыңыздар. Келесі видеоға дейін.